7 нәрсе марқұмның артынан барып тұрады. Кісі дүние салғаннан кейін бүкіл жиған тергені, дос-жарандары, көрші-қолаң, туған-туысқандары қалады. Онымен бірге көрге кіретін жалғыз ғана нәрсе бар, ол осы дүниеде істеген жақсылығы не жаманды істері. Егер артында жақсы істер қалдырып кетсе, сауабы, ал жаман істер қалдырып кетсе, күнәсі барып тұрады. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қайтыс болған кісінің артынан 7 игі істің сауабы барып тұратындығы білдірген. Ол жайында сахаба Анас ибн Малик радиаллаху анху Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай дегендігін жеткізген. 7 түрлі істің сауабы өлгеннен кейін де қабірдегі пендеге жылдан барып тұрады, немесе үзіліссіз барып тұрады. Бірінші, біреуге білім үйреткен болса, білім үйреткен адамының сол білімін өзгеге үйреткен жағдайда оның сауабы марқұмға барып тұрады. Екінші, тоған қазса. Тоған өзен арнасынан суармалы алқапқа тікелей тартылған үлкен арық канал. Қазған каналындағы суынан пайдаланған кісілердің ол судан ішкен жан-жануарлардың суғарылып піскен жемістердің сауаптары марқұмға барып тұрады. Үшінші, құдық қазса. Төртінші, құрма ағашын не басқа жеміс ағашын отырғызса. Отырғызған ағашының көлеңкесінде біреу саяласа, немесе жемісінен құс, жан-жануар, адам жеген болса, бәрінің сауабы барып тұрады. Бесінші, мешіт салса. Алтыншы, Құран кітапты не басқалай пайдалы бір кітапты мұра қылып қалдырса. Қалдырған Құран кітабы оқылған сайын сауабы барып тұрады. Жетінші, өлгеннен кейін артынан жарылқау тілеп тұратын бала қалдырса. Артында Құран оқитын, намаз оқитын ұрпақ қалдырса, ол ұрпағының бағыштаған Құраны, берген садақасы, оқыған намазының сауабы, жасаған дұғасының сауабы марқұмға барып тұрады. Осылардың сауаптары өлген кісінің артынан кешікпей қабірге барып тұрады екен. Алла тағала марқұмдардың қабірін жарық қылсын. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.